Сол кезде маған олар кәдімгідей бір папка әңгімелерін алып келді. Ішінде 120 ма сондай қыздың, жаңа зорланған қыздың оқиғасы. Енді қазір ренжиді тағы айтсам, барлығы да оңтүстік Қазақстан. Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Жетісай, Шәуілдір, Жаңақорған деген жерлердікі барлығы. Мен ананың 80-ін оқыдым. Мен өліп қала жаздадым кәдімгідей. Ана оқу мүмкін емес. Адамдар осыншама надан, осыншама топас, осыншама жауыз болу деген бір ауылда тұрып ше. Мен түсінемін, егер сен даже ондайды түсіну мүмкін емес. Айдаладағы кетіп бара жатқан қызды зорласаң ше. Бірақ ауылда күнде көріп жүретін кішкентай қызды зорлау, және оны барып басқаларға айту, ана қызды зорлауға болады. Мен оны істеп тастадым деп көрсетіп жіберу, сосын басқа жігіттердің сол қызға күнде келіп маза бермеуі, және ол қыз